атым Эмили. Мен челлендждер ойнағанды ұнатамын. Алайда соның арқасында менің шашым түсіп қалды. Иә, менің шашым күйіп қалды. Біздің отбасымызда тек қана мен және әпкем, мен және сіңілім және әкем болатын. Анамыз тастап кеткен. Соң мен сіңілімнің аты Джесу. Джесу екеуміз өте тәрбиелі, әдемі қыз болып өстік. Екеуміз көптеген челлендждерді орындап жүреміз. Ұнаған челлендждердің бәрін жүреміз. TikToktағы челлендждердің бәрін жүріп болдық. Енді өзіміз ойдан да челлендждер құрап, билеп, және де сол үшін подарка алып, Инстаграмға, TikTokқа салып жүрдік. Біздің видеомыз ректе жүретін. Яғни, рек дегеніміз ол пайдалы, интересныйлар. Әдемі қылып бояну, және де көп нәрсені ауызға тыға беру, күлкілі билеу, сондай сияқты нәрселерді жүріп, челлендждер орындайтынбыз. Бізде бір күні біреу бізді мейрамханаға шақырды. Біз қуана бардық. Ол жерде керемет болды. Мен билеп жүргенімде менің сіңіліме біреу уже тиісіп үлгеріп жатыр екен. Сөйтіп мен оның қасына бардым. Сенің түрің жаман, кішкентайсың деген сияқты сөздер айтты. Мен оның қасына бардым да оған ұрсып бердім. Аузыңды жап, сенің өзіңнің түріңе қарап ал, әп-әрік немесе семіз қызсың деп бетіне паш еттім. Ол бізге челлендж орындаңдар деді. Біз ол кезде мен бірінші жеңіп шықтым. Ол менен кейін жүріп, ол мен аяғын соғып алды да құлап қалды. Мен жеңдім. Сөйтіп, бір күні мен үйде отқанда, келесі күні маған ол жазды. Тағы да челлендж ойнауға қалай қарайсың деді. Мен сосын қуана келістім. Өйткені ол менің хоббиіме айналып кеткен нәрсе ғой. Мен жеңуге өте қатты сенімді болдым. Ал Джесу мені тоқтатуға жөн көрді. Сөйтіп біз бір челленджді орындаймыз деп шештік. Бір челленджді енді біз сол челленджді алаңда ойнаймыз дедік. Барлықтары қолдарына телефондарын құшақтап TikTokқа түсіріп тұр. Біз бағанағы қыз екеуміз жарыстық. Түтінді бір рет өрлеп өшіру керек. Сол кезде мен қатты қорыққаныммен бәрібір де мен жеңемін деп ойладым. Сөйтіп, бағанағы бізге бәсеке қыз өліп жатқанда от менің шашыма түсіп кетіпті. Ал мен оны байқамағанмын да. Сөйтіп, барлық телефонның алдынша менің масқарам шықты. Және де олар TikTokқа салып үлгерген екен. Сөйтіп, мен қатты жыладым. Бір орында тұрып қалдым. Шашымның қалай өртеніп жатқан өзім де білмей қалдым. Бәрі телефондарын құшақтап тұр. Ұяласың ғой әрине. Сөйтіп, скорыйға звондап, скорыйға бардық. Скорый менің шашымды алып тастады. Сөйтіп, басымдағы күйікті де жөндеп берді. Менің қазір шашым кішкене бар. Маған көптеген челлендж ойнауға бәсекелесуге адамдар жазатын. Бірақ мен оларды құлағыма ілмейтінмін. Баяғы шашымды қатты армандайтынмын. Енді мен челлендждер орындауды қойдым. Енді күнде жүрегім ауырып, күнде 40-45 рет жылаймын. Жыламаған күнім болмады. Күнде жылап өтті күнімнің бәрі. Сөйтіп, ол қыз менен кешірім сұрап парик берді. Мен оған басында ашуландым. Бірақ қайтадан жылы көзімен қарап келісіп, оның берген парикін киіп алдым. Екеуміз қазір жан дос болып кеттік. Челлендж үшін енді олай істемеймін. Сіздер де олай істемеңіздер. Сіздерге айтар кеңесім олай істемеңіздер деп айтамын. Сау болыңыздар.